Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елім. Есімім Асхат болады, фамилиям Қаналиев. Қызылорда облысы Арал ауданы тумасымын. Алдарыңызға шығып отқан себебім, алдында бір видео обращение істеген болатынбыз, жаңа емге деп. Содан тоқтап қалғасын, жаңа қайтып мәжбүр болып тұрмын алдарыңызға шығуға. Мына 22-ші жылы Астана қаласында стройкада жұмыста жүріп, артынан жарты тонналық апалып қолап, 5 омыртқам сындырып жүрген болатын. 8 көзін жоғары, 2 қатары, 2 қанаттары полностью сынып кеткен тұғын. Құйымшақ жарылған, омыртқалар ашылып кеткен. Жұлынға зақым қойған ғой, жаңа разрыв дейді ғой, жаңа спинного мозга, компрессионный перелом 2-3 степень дейді. Мынау свой дом деген фирманың кесірінен осындай жағдайға түсіп қалдым. Жаңағы артынан апалып қалған кезде бастықтарымыз бір сағаттай скорый кіргізбей фирмаға, бастықтарымыз скорыймен келісе алмай ақшасына, мен травма болған жерден балаларға команда беріп, мына жерде емес, сыртта болды деп айтамыз деп, 4 балаға команда беріп, бастықтарымыз сөйтіп 4 бала келіп, екеуі 2 қолымнан, екеуі 2 аяғымнан ұстап көтерген кезде белім пырт ете қалып, содан кіндіктен төмен қарай істемей қалды, сразу резко. Солардың кесірінен мынау еңбек инспекциямыз бар, мынау жаңағы деламызды жүргізген следователіміз бар, адвокаттарымыз бар, бәрі сатылып бізді қораға тығып жіберді. Көп адамдар сұрайды ғой, неге фирма көмектеспейді деп. Сол сіздерге түсіндіріп жатқан осы жөнім. Бүкілі сатылып кетті, олардың ешқандай көмек, қазір данный момент көмек жоқ олардан. Бастықтарымыз телефондарын көтермейді, бәрі оттап тастаған, келіншекті демегенде. Мынау Өзбекстан қаласына деп, емге деп чип қойып жатыр Өзбекстанда. Осы жақында келген, Америкадан келіп жатыр чиптар. Кәдімгі адамның травма болған жеріне салап чипті. Бағасы 20 миллион тұрады. 20 миллионнан 25 миллион, 26 миллион әркімден әртүрлі сұрап жатыр. Алдыңғы видеомызда көп адамдар маған жазған болатын, көп адамдар звондаған тұғын, мен өзім сияқты бірінші группадағы адамдар, именно осы омыртқа жағынан травма алған кісілер. Бәріне именно сол чип салатқан главный врачтың кісінің нөмірін бердім. Бізде сол Қазақстанда алған адамдарды білмейді екен. Сол осы 20 миллион жиналса, сол Қазақстан осы бірінші болып алсақ па деп, сол чипті салсақ па деп, сол алдарыңызға шыққан бір жөніміз бар еді ғой, себебіміз. Бағасы 20 миллион тұрады, менен сұрағаны бүкіл МРТ бәрін жібердік. Осы ходунокпен жүріп жүргенімді аппараттың көмегімен аяғымды киіп алып үйдің ішінде осы TikTok парақшамызды көрсеңіздер, аяғына дейін көресіздер. Соны көріп, результат жақсы деп жатыр. Менде травма серьезный да, қазір кішкене аяғыма жан кіріп жатыр. Ол аппаратты айтып жүрсің? Мынау аяғыма тағып жүрген аппарат бұл 600 мың теңге тұрады. Өзі специальный аппарат деп аталады, осы кожаный дзені майыстырмайтын аппарат қой. Мен ходунокпен тұрсам, дзе майыс кете береді. Аппаратпен тұрсам, дзе майыстырмайды, андай дрот сияқты жүресің ғой, аяғым тік болып. Күйеуімде тізесі ұстамайды, бірінші топ мүгедек жүре алмайды. Сосын 7 сағатта әзер жинағанда омыртқасын, сынған жерлерінде айтып жүрсің? Белден шығатын бірінші, екінші, үшінші омыртқа, көкіректен 11-12 омыртқа сынып кеткен тұғын менде. Сол сіздерге қайтып алдарыңызға шығып атқан себебіміз просто еркекпін ғой, менде жас балам, тепсе темір сөзін жігітпіз ғой. Дұрысынан түсінесіздер деп ойлаймын. Кезінде мені танитын кісілер де бар ғой арамызда. Ұят болсын, ұят болмасын, сол мәжбүр болып жатыр сол сіздердің алдарыңызға шығуға. Кезінде бәрі көмектесті, туыс-туысқандар, келіншек жақтан да, өзім жақтан да, жолдастар, класстастар бәрі көмектесті ғой кезінде. Қазір енді кішкене осы 3 жылдан кейін кішкене қиналып қалдық. Қазір үкіметтің 100 мыңы бар беретін пособиясы. Келіншегім алады. Соған қарап қалдық қазір, ондай бұрынғыдай қазір почти жоқ ешкім қазір деп айтуға болады. Балаларымыз кішкентай болып тұр, ұлым бар, қызым бар, келіншегім қасымда, ұлым 7-де, қызым 5-де, қызым келесі жыл 1-ші классқа барады, ұлым биыл 2-ші классқа барады. Сол келесі жылы аламандығын берсе, сол
20 миллиондай осы жиналып жатса, келесі жылға дейін осы тұрып кетіп жатса, сол қызымды қолынан жетектеп сол мектепке апарсам деген арманы яки. арманым ғой. Сол алдында да бір видеообращение істегенбіз. Оған толық жетпегеннен кейін реабилитацияға кетіп қалған тұғым, жаңағы сбор істеген кезде қазір тоқтап қалды. Қазір 1 миллиондай, кеше эфирға кіргенбіз, сода 1 миллиондай ма сондай жиналды. Енді жұмыс жақтың былығы былай болды ғой, күйеуім 3-ші июнь күні 22 жылы қатты желден сондай травма алғаннан кейін 7 күні барады да, ол кісілер медсестраға ақша беріп тұрып, документ кіргізіп, задним числом қол қойдыртып, официально тіркеп алады ғой. Вот содан сол кісілердің екінші қателігі сол болды. Біразын сатып алды, біздің адвокаттарымыз да жоқ болып кетті. Ақыр аяғында 28 күн реанимацияда өлім мен өмірдің ортасына жатып, сол келіп қоштасып үлгеріңіз деген. Сол кезде мен жоқ, үйіме апарып, жаңағы ол кезде общагада тұрдық, 16 квадрат метр, 3-ші этаж, не суда көтерілмейді. Сөйтіп күйеуімді үйіме алып кетіп, сол жақта қоштасам ғой деп. Тфай, Аллаға шүкір, сол 3 айынан бастап сол кішкентай нәресте сияқты былық-сылық еді. Сол 3 айында бірінші реабилитациясына барып, белін қатайтып, содан шүкір қайта бүкіл туыстардың, достардың, алғашқы көмектескен барлық кісілердің арқасында үзбей ай сайын ем алып, бәленбай миллион кетті бізде. Өтірік айтпасақ, бір 2 квартира алатындай ақша болды ше. Соның арқасында шүкір, міне күйеуім міне алданызда. Просто шығып атқанымыз дұрысынан түсінесіздер деп ойлаймын. Просто осының 20 миллионға бірдеңе қылып жиналса, көрген кісілер бей-жай өтпей хотя бы өтсеңіздер дегеніміз ғой. Сол репост жасап, жан-жаққа таратсаңыздар. хотя бы балдар өсіп кетпей тұрып кетсек. Менен де хужылары бар, көріп жатырық қой. 25 жыл, 35 жыл коляскада отқан кісілер көп қой. Бірақ менде результат бар, тфай, Аллаға шүкір. Инстаграм парақшасында бүкіл видеомыз тұр. Тура осы парақша, Алла қаласа тұрамын деген Инстаграмда. Сол жерде бүкіл видеолар бар, жаңағы неше түрлі нәрсе алып жатқан, уколдар алып жатқан, жаңағы осы травманың басынан бастап та. TikTok парақшамызда бұл жерде чисто жүріп жүргеніміз, үйде ходунокпен жаңағыдай кожный аппараттың көмегімен де ше. Иә, сол аппараттың арқасында, сол тізе ғана ұстайтын аппаратта ол, атак ол аппаратымен күйеуім жүре алмайды. Бізде проблема, міне 3 жыл 4 айда біз бәр результатты қалпына келтіріп алдық. Кіші дәреті, осының үлкен дәреті, в общем, біраз нәрсені. Енді бізде проблема только тізе ғана ұстамай тұрды. Жаңағы чиптің арқасында. Мынау былай қозғалады, мына аяқ. Мынау жатқан кезде наоборот қозғалады, бірақ аяғымды бүйтіп қоқ көтере алмаймын да. Тізе ұстамай жатыр, тізе. Сол себептен ағайындар Сәл ғана қолдау болса, я. Кішкене бір қолдап жүрсеңіздер, я. Көп түкірсе көл дейді ғой, я. Бізден қайтпаса да Алладан қайтсын, я. Дұрыстан түсінесіздер деп ойлаймын, я. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Мына видеоны көріп жатқан кісілер болса, жан-жаққа таратып жіберсеңіздер, жақсы болатын еді негізі. Сол барлықтарыңызға рахмет, я. Аман сау болыңыздар. Не айтуға ұмытып кеттім, ағайындар, осы Каспий номеріміз осы TikTok парақшамызда төбесінде тұр. Асхатқа деп шығады, өзім личный номерім ол, WhatsApp номері сода бар. Сосын ішінде народный да бар осы номерде. Осы Instagram парақшасында бүкіл нәтижеміздің бәрі сол жерде. Ол жерде де осы номер жазылып тұр. Каспий народный осы бір номерде. Осы номерге хабарлассаңыздар да болады, жазсаңыздар да болады. Прямо өзімдікі. Барлықтарыңызға рахмет, қолдап атқандарыңызға. Бір көмек беріп жүрсеңіздер, әйтеуір Алла амандығын беріп сол чипті бірінші алсақ, келесі жылға дейін әйтеуір жақсы болып кететін еді негізі. Шығамыздар, шығып атқан жоқ, біз ағайындар дұрыстан түсінесіздер. Өз аяғына ештеңе жетпейді ғой. Сол ғой, сол. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын барлықтарыңызға. Сау саламатта болыңыздар.